Елордамызда дәстүрлі Қазақстан барысының мерейтойы болады. Ол осы жылы 10 жылдық болады. 10 жылдыққа жалпы біздің 16 өңірімізден қатысып отыр спортшылар. Жалпы спортшылардың саны 37 спортшы. Енді бұл дәстүрлі өтетін елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының жүлдесіне өтетін дәстүрлі қазақ күресінен жарыс, қазақ күресі. Айта кетер болатын болсақ, елордамыздың намысын қорғайтын өзіміздің қазақтың жігіттері ол Айбат Сейтен мен Олжас Шілтеев. Биылғы жылы қаншама спортшыларымыз, қаншама спортшы бауырларымыз 70% жас балуандар. Өзгешелігі және де биылғы өзгешелігі өздеріңіз білесіздер, пандемияға байланысты кішкене қысқарту шаралары болып жатыр. Жаңағы көрерменсіз отыру өкінішті әрине, бірақ енді көрермендер жанкүйерлеріміз ойлаймын теледидардың ар жағында тақымы қысылдырады деп айтамыз. Енді барлық балуандарға сәттілік тілейміз. Жалпы жарыс жақсы деңгей болып тұр. Балуандардың деңгейі мықты. Дайындығымыз да жақсы болды. Осы Қазақстан барысының алдында физикалық тұрғыдан дайындалдық. Кішкене алдымызда жүрміз деп ойлап отыр.